Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз кештетіп, бала-шағамызбен, апамызбен бәріміз бауырдаққа кеп қалдық. Осындай кірдік. Мінекей бауырдақ дегенге бірінші рет келіп тұрмыз. Ауылдың дәмі қаланың төрінде деп жазылып тұр екен. Іші осындай екен. Бауырдақ. Бәріміз көріп жатырмыз. Апа қарап жатыр. Мінекей классикалық бауырдақ дейді. Бұрыштықтен ғой деймін. Бағалары сіздер үшін түсіріп жатырмын бағаларын. Мұндай комбалар бар екен. Мына жерде комба бірде қойдың бауырынан жасалған екен. Мына жерде қойдың бауырынан тоже, иә? Сосын онда сиыр етінен. Апа таңдайды екенсіз, сиыр еті, иә? Қой еті деп таңдалады екен. Бауырынан деген, менде бауыр жей алмайды жақтым, сиыр еті жақсы. Мына жерде де комба 5. Әр түрлі екен, тауық етінен де бар екен. Тауық етінен. Мына жерде ыдыстағы бауырдақ дейді. Осындай комболары бар екен, неше түрлі. Салаттар, таңғас дейді. Мынандай кішкентай қазанмен әкелеткен андай сорпан 1655 теңге. Қызық. Ортаға келіп бәрі кесемен құйып ішсең деп болады екен, иә? Осындай екен. Тамақ. Нағыз деген шәйшем дейді. Үйде шәй. Уақыл. Мына боянып, жүзіктерін тағып келді ғой бәрі. Я қазір пицца бердік, қыздар постоянно. Қандай тамақ болса да пицца дейді ғой бірінші. Сосын фри бауырдақ. Мінекей шай ішеміз. Қымыз, шұбат, айран, сүйек сорпасы дейді. Осындай бар екен. Заказымыз келді. Осындай сорпа. Құртпен соус қойдың. Осыны салу керек. Огурцы, сырный соус, фри. Мен тауықпен алдым. Апамыз сиыр етімен. Я? Еще анда кетчуппен берген. Қызым фри жеп жатыр. Еще біздің қазір чучук салатымыз, пиццамыз келе жатыр. Мінекей мына жерде құртпен езілген, я? Алып келіпті. Сорпасына саламыз, құямыз. Іш көрейік. Вау, дәм күшті екен. Сорпасы күшті екен. Сорпа қазір берем. Сорпасын ішіп жатыр. Қыздар бургер онша жей алмайды, пицца жей. Тәтті ме екен? Не жуан. Айнара? Ağuç бердім. Апа, қалаң кез қарды? Маған өзіме қышқыл ұнайды да. Көшінде агурцы күшті өтеді. Еще құртпен сорпа. Біз неге үйден манты жеп шыққанбыз ғой? Тамақ жеп шыққан қазақтар тамақ жеуге келеді. Жақсы екен бауырдақ. Қазақтың бургерлеріне қолдау білдірейік. Өте жақсы екен бауырдақ. Жақсы жасалған екен. Бізге ұнады. Апа, сізге ше ұнады ма? Жақсы екен. Биіктен көріне берсін. Ұйқысы келіп отыр, түсте ұйықтамаған.
пиццасын жеп. Сен менің зияним бұл зиянын жейді. Ойнап отырған. Орнынан шықтық. Ал біз үйге келдік, я? Жақсы отырдық. Ұнады бізге. Одан бұрын манты істеп кеткен болатынмын. Бәрін қазір қойып халатқа сап қоямын. Мантымызды жеп алып бауырдаққа барып, бауырдақтан келдік қазір. Жақсы екен. Дами берсін. Видеоны соңынан дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Пока-пока.